Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабаттуулы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Несиесі уақытынша тоқтатылады. Ай сайынғы төлемдер 10 айға кейінге қалдыруға мүмкіндік беріледі. Әскерде жүрген сарбаздар несиесі уақытынша тоқтатылады. Бұл туралы Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Мерзімді қызметтегі сарбаздарға қаржылық міндеттемелері бойынша ай сайынғы төлемдері 10 айға кейінге қалдыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ кредиторлар бөлшектегі өндіріп алу бойынша сотқа және де нотариусқа өтініш беруді тоқтатады. Еліміздің барлық өңірінде әскерге жинау пункттерінде әскерге шақырушыларды кредиттер мен қарыздары болуы туралы ақпарат жұмыстары жүргізілуде. Несиесі бар жастар жергілікті әскери басқару органы басшысының атына қарыз алушының атауын, төленуі тиіс болған соманы не қарызды, басқа да деректерді көрсете отырып өтініш береді деген хабарламада. Қарызды бар екендігі хабарлап үлгермеген сарбаздар бөлім басшылығының жазбаша өтініш бере алады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де сау саламатта болыңыздар.